бұл Рамазан айы бір жағынан кешірімнің айы. Алладан көп кешірім сұрауымыз керек, себебі біздің жолымыз жауып тұрған, ризқымызды азайтып, жүрегімізді сығып тұрған бұл күнәлар. Күнәлар кешірілген кезде пенденің алдынан даңғыл жол ашылады. Пенденің жүрегі жеңіл жұмыс жасай бастайды. Бірақ Алла бізді кешіру үшін бізде біреулерді кешірсек өте абзал болады. Себебі өмірді беріп тұрған, бізді жоқтан барғып жаратқан, және бүкіл сол ризық Алла берген күш қуатпенен күнә жасаймыз, бірақ Алла бізді кешіреді. Бірақ бізге көп жақсылық өтпесе де, біздің оған көп жақсылығымыз өтпесе де, кейбір пендені кешіре алмаймыз. Бұл біздің әлсіздігіміз, пендешілігіміз. Сондықтан мына қасиетті қадір түнінде дұға бар ғой, Аллахумма иннака афуан тухиббул афва фаъфу анна. Алла, сен кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің, мені кешіре көр. Қараңыз, Рамазан ол айлардың сұлтаны, ал Рамазан айының ішінде түндердің сұлтаны қадір түні. Сол түндердің ішіндегі ең көп айтылатын және ықыласпен айтылатын дұға: Алла, сен кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің, мені кешіре көр. Себебі Алланың алдында кешірілдің ба, бүкіл кесірің кетеді. Кешірілдің ба, кеңшілікке душар боласың, кешірілдің ба, кең жолдың иесі болып даңғылға түсесің. Алла біздерді кешірсін. Алла басқаларды да кешіріп жүруімізді Алла нәсіп етсін, бауырлар. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.